Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мен Қытай байланысы жаңа деңгейге көтерілді. Сан қырлы серіктестік аясында инвестиция, цифрландыру, гуманитарлық және білім беру, туризм бағыттарында тығыз әріптестік орнату көзделіп отыр. Қазір екі елдің туристік әлеуеті артып келеді. Бұл визасы режим тиімділігінің көрінісі. Сонымен қатар сауда-саттық көлемінде өсуде. Мәселен, өткен жылы орталық Азия аймағы мен Қытай арасындағы тауар айналымы 95 миллиард долларға жеткен. Оның жартысына жуығы, яғни 44 миллиарды Қазақстанға тиесілі. Бұл рекордтық көрсеткіш. Соңғы 5 жылдың көлемінде атап айтқан кезде 2018-2023 жылдары біздің мемлекеттер арасындағы сауда айналымы бірнеше есеге өсті. Бұл деген өте үлкен көрсеткіш. Осы ретте ата кететін болсақ, соңғы жылдар белесінде Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда экономикалық байланыстар, инвестиция тарту мәселесінде, ішкі туризм мәселесінде, білім ғылым саласында көптеген маңызды жобалар жүзеге асырылып жатыр. Қытай еліміздің экономикасына ең ірі 5 инвесторының қатарында. Соңғы 20 жылда тартылған қаржы көлемі шамамен 26 миллиард долларды құрапты. Тараптар стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға ниетті. Осы орайда Астанадағы келіссөздер шеңберінде жалпы құны 25 миллиард ақш доллары болатын 60-қа жуық келісімге қол қойылмақ. Қытайлық инвестордың нақты міндеттемелері бар. Қазірден қолға алынып жатқан жобалардың бірі Жамбыл облысында орналасқан. Аталған аймақта Фуфэн Group компаниясы жүгеріні терең өңдеу саласында жұмыс істейтін зауыттың іргетасын қалап жатыр. Тиісті жұмыстар сәуірде басталды. Қытайлық инвесторларға толық сенім артуға болады. Олардың бір артықшылығы басталған істі соңына дейін жеткізеді.